Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ең соңғы белгі рыба белгісіндегі адамдарға арналған гороскоп. Жалпы сіздер үшін де 2022 жыл жаман болмайды. Одан кейін айтарым, сіздерге тәуекелге барыңыздар. Бір жерде отырып қалмаңыздар. Ал 1 февральда барлық адам жалпы өмірде жаңа ай туады. Бұл алыс жолға шығасыздар. Көрген түсіңізге мұқият болыңыз, ол сізге подсказка беруі мүмкін. Нумерология, астрология, батысы сияқты дүниелерге қатты қызығуларыңыз мүмкін. Даже оны оқып аласыздар. Әулие аралайсыздар. Кейбір жұмыстарыңызды аяқтауға керемет кезең. Ескі дүниелерді тастау керек. Сонда өте көп мүмкіндіктер келетін болады. Ал 2 февраль күні ғажайыпқа толы күн. Бұл күні армандар жазуға, визуализация жасауға, ритуал, техника жасауға өте жақсы кезең. Барлық 02-02-2022-ні қосқан кезде 10 деген сан шығады екен. 1 қосу 0 тең болады, тағы да 1 болады екен. Жалпы 0 деген есептелмейді негіз нумерологияда. 1 деген сан жалпы бір ғана арманға, фокусыңызды бір ғана арманға арнасаңыз жеткілікті. Және арманыңыз өзіңізге арналған болу керек. Ал 4 февральда рыба белгісіндегі адамдарға Меркурий дұрыс бағытта айналады. Ол 11-ші домға келеді. 11-ші дом достарды, интернетті бейнелейді. Өміріңізде жаңа достар пайда болады. Концертке, үлкен бір мероприятияға шақырады. Немесе свадьба болуы да мүмкін. Интернет магазиндеріңіз болса, обороты өте жақсы болады. Дәл осы күні Солнце мен Сатурн бірігіп 12-ші домға кездеседі. Волонтер болып жұмыс жасайсыздар. Қайырымдылыққа көп көңіл бөлесіздер. Өзіңіздің бір затыңызды қайырымдылыққа бересіздер. Немесе бір мұқтаж адамға көмектесесіздер. Басқа мемлекеттің азаматтығын алуыңыз да мүмкін. Кейбір жұмыстарыңызды аяқтауға тура келеді. Үйде отырып жалғыз жұмыс жасайсыздар. Немесе жалғыз отырып кітап жазуға да жақсы. Бұл жұмыстарыңыз өте көп уақыт алады. Ал 15 февраль күні Меркурий 12-ші домға келіп тұр. Бұл шетелге саяхаттауға, немесе билет алуға, спаға, массажға баруды білдіреді. Немесе біреудің көңілін, жағдайын сұрап барасыз. Ал 16 февраль күні ай туады. Толады, кешіріңіздер. Ай толады. Ол сіздерге 6-шы домға келіп тұр. 6-шы дом ол жұмысты бейнелейді. Және денсаулықты. Жұмыстарыңыз өте көп болады. Міндетті түрде денсаулықтарыңызға қараңыздар. Врачқа барыңыздар. Тамақтың режимі өзгереді. Яғни диета ұстайсыздар. Спортқа баруларыңыз да мүмкін. Жұмысыңызды ауыстырғыңыз келеді. Бірге жұмыс жасайтын организацияда, немесе коллегаларыңызбен бірге, коллегаларыңызда бір өзгерістер көп болады. Егер бизнесіңіз болса, өзіңізге көмекші аласыз. Жұмысыңыз жоқ болса, жұмысқа орналасасыз.
Жалпы ай туылған кезде бір дүниенің аяқталуы немесе бір дүниенің басталуын білдіреді. Өздеріңіз осыны байқап көріңіздерші. Одан кейін айтарым, 19 февраль күні солнце бірінші домға түсіп тұр екен. Егер 1-нен 19-на дейін шаршап, энергияларыңыз, күштеріңіз болмай жүрсе, 19-нан кейін күш жинайтын боласыздар. Энергияларыңыз көп болады, настроениелеріңіз жақсы болады. Жалпы өздеріңізді жақсы сезінетін боласыздар, денсаулықтарыңыз жақсарады. Жалпы Юпитердің жақсы жағын 26 февральдан 4 март аралығындағы туған адамдар жақсы сезінетін болады. Юпитер жақсы жағынан көмектесетін болады. Өмірдің жақсы подаркаларын беретін болады. Егер 14 февральда сіздерге 11 домға келіп тұр екен, ол достарды бейнелейді. Достарыңызбен өте көп араласасыздар. 14 февральда егер басыңыз бос болса, достарыңыз сізді біреумен таныстыратын болады. Егер 14 февраль күні сіздер жалғыз болмайсыздар. Қасыңызда міндетті түрде біреу табылады. Жақсы, рахмет сіздерге тыңдағандарыңызға. Бай бақуатты болыңыздар.